Саламатсыздар құрметті әріптестер және бейнесабақ көрермендері. Мен Арыс қаласындағы нөмір 17 колледж мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынның ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану мамандығының өндірістік оқыту шебері Ыдырыс Сейдахмет. Құрылыс шебері құзыреттілігі бойынша жиһаз формаларына телескопиялық бағыттағыш орнату тақырыбындағы бейнесабақты ұсынамын. Сабақта бастамас бұрын бүгінгі атқарылатын жұмыстардың реттілігін атап өтейін. Бізге берілген мұғалімнің столын жөндеу жұмыстары және де осы мұғалім столын жөндеу операциясында бізге бүгінгі тақырыпқа байланысты құрылмалар телескопиялық бағыттағышты орнату. Осы телескопиялық бағыттағышты орнату үшін біз мұғалім столын бірінші бөлшектеу алуымыз керек. Қажетті өлшеу құралдары, қол құралдары және электр қол құралдары. Өлшеу құралдары: орамометр, темір сызғыш, бұрыштауыш. Қол құралдар және электр қол құралдары: бұрама шеге, бұрағыш, батарейкалы электр қол бұрағыш. Өлшеу құралдары мен қол құралдарды және электр қол құралдарды пайдалануға техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Өлшеу құралдарының жиектері қолды зақымдамайтындай, жырмайтындай тегіс болуы қажет. Қол құралдардың, электр қол құралдардың тұтқалары, сыртқы қабаты бүтін, жарықсыз болуы қажет. Электр қол батарейкалы бұранда бұрағыштың патроны қатты қысылған, батарейкасы толық қуатталған және жұмыс барысында айналып тұрған патронды қолмен қысып тоқтатуға тыйым салынады. Операция атқаруда жұмыс киімінің түймелері тағулы, жеңі қысыңқы және электр құралдардың айналма бөлшектері киімге оралмайтындай алшақ ұсталуы қажет. Жұмыс үстелінде адамның бойына сай болу керек. Операция барысындағы әр этапта жұмыс үстелін артық заттардан босату қажет. Жиһазымыз бөлшектеп болғаннан кейін біздің негізгі жұмыс атқаратын бөлшектерін теріп жөне алады. Бізге қажетті мына жерде мұғалім столының тумбасының екі жағы. Бұл жерде роликті бағыттағыш орнатылған. Осы роликті бағыттағышты біз телескопиялық бағыттағышқа ауыстырып жұмыс атқарамыз. Енді бұл жерде таныстыра кететін болсақ, роликті бағыттағыш пен телескопиялық бағыттағыштың айырмашылығы неде? Осыған бір мынандай. Роликтегі бағыттағыш пен телескопиялық бағыттың айырмашылықтары, роликтегі бағыттағыш соғыманы толық ашқан кезде түсіп қалуы мүмкін. Ал телескопиялық бағыттағыштың ерекшелігі, телескопиялық бағыттағыш бөлшегінен соғыма толықтай ашылады және түсіп қалуға бұл жерде өзінің арнайы формалары арнайы жасалған кезде ол түспейтіндей өзінде бірігіп тұрғандай істелінген. Енді бұл жерде бірінші мынаны алайық. Бұл жерде де сол монетаға нағашқан тақталардың қалыңдығына байланысты
бұрама шегелер орнатылған. Бұрама шегелердің ұзындығы мына ламинатталған ағаштан қалып тақталардың 16 мм болғандықтан бұл жерде соған арнайы бұрама шегелердің қалпақтары кішілеу және ұзындығы да арғы бетке өтпейтіндей болып шұруптармен бұралған. Енді осыны біз толық бөлшекке орай соңғы бағыттағыш алмай тұрып біз белгілеу жұмысын атқаруымыз керек. Белгілеу жұмысын бұл жерде бағыттағыштың түп жағы менің оң жақтағы беті болғандықтан біз сызу жұмысын атқаруымыз. Және оны енді үшіншісінде бөлшектейміз. Босатамыз. Бұл жерде бізге суырманы орнату кезінде біздің түпкі белгісі, суырманың түпкі беттей жағындағы белгі шығып тұр. Енді осыны ар жақ қарай телескопиялық бағыттағышты орнату үшін бізде толық мүмкіндік бар. Бірақ бізде телескопиялық бағыттағыштың мына жерде арнайы өзінің жалаушасы бар. Жалаушасы арқылы бұл жерде алынады. Яғни мынау бір бөлшегі бұл қабырға бетінде, екінші бөлшегі бұл суырма бетте орнатылады. Енді бұны орнату үшін мына жерде ішкі бетінде бұның арнайы бұранда шегелерге арналған самаулар бар. Осы самауларды біз орнатуымыз керек. Және де жұмыс атқару кезінде қауіпсіз ережелерді сақтау. Мынаны орнатқан кезде алдынан тақалмастан 1-2 мм шеттен ішке қарай тастауымыз керек. Және де бұранда шегені өзінің арнайы орнатылған самауларына дәлдеп нақты ортасына бекіту керек. Енді мына жағымыз айнып кетуі мүмкін, сондықтан барлығы сызылған сызық бойына қайтадан тексеріп. Енді бізде бұл жерде самалау көрінбейді. Сондықтан мына бетіндегі жапсырмасын ағай тартып, екінші самалауға және дәл ортасына бекітуіміз қажет. Мұның біздің сызыққа дұрыс орнатылмаған бір назар аударып, ары қарай тағы да басқа жерлеріне де бекіту амалдар атқарылады. Бұл жерде екі дана бұранда шегелерін алсақ, ішіне салынған, суырмаға салынған салмаққа байланысты ол айнып немесе түспетуі мүмкін. Сондықтан біз 2-3 шуруппен қатайған абзал. Енді біз бұл жерде қабырға беткейіндегі суырманың бір бөлшегін орнаттық, енді суырма беткейіндегі бөлшекті орнатуымызға қосуымыз керек. Бұл жерде бағана айтып жатқандай өздерінің самалауларына арнайы самалауны бұранда шегелермен орнатуымыз қажет.
bir betkeyindегі телескоптық бағыттағышта орнату жұмысы басталды. Енді ендігі екінші беткейдегі, яғни екінші беткейіндегі бағыттағыштарды алып қайтадан атқарылады. Бұл жерде бәрінде жоғарыда аталып кеткен процессор қайтадан қайталанады. Яғни бірінші бағыттағыштарды аламыз. Саламыз. Соңғы бағыттағыш түпкі беткейді сызамыз. Белгі саламыз. Мұғалім студент толық жинап біттік. Енді біз мына бағыттағыштарға суырманы орнату жұмысын атқарамыз. Бағыттағышты орнатпас бұрын бұл жерде 2300 өзінің самауырына дәрді кигізіп, осы жерде мұқият болу керек, себебі жерде су жағында пластмасс орнатылған. Bunun tanrı ерекшелігі соңғы жағына келген кезде сәл қиналыңқырап, күш салыңқырап, орны орнатылып жатыр. Бұл біздің суырмамыз толық орнатылды. Үстіңгі деңгейі дұрыс. Бағанағы айтып жатқандай суырма толық ашылады және ары қарай төмен қарай түсіп кету ешқандай ендігі жұмысымыз мына жерге төменгі жағына есік орнату, бірақ бұл келесі сабақтан бейнеролик болып есептеледі. Осымен біздің видео ролигіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.